Сәлем достар, адамдарды басқа жануарлардан айырып тұратын немесе басқа жануарлардан озып кетуінің негізгі себебі құрал жасай алу қабілеті мен ақылында дейді. Бірақ өзге жануарларда құрал жасай алады. Әрине, адамдар бұл істе алға озып кеткеніне күмән келтірмейміз. Интеллектіге қандай анықтама берсеңіз де, ақылы мен құрал жасауды адамның әлемді жаулап алуын түсіндіре алмайды. Мысалы, миллион жыл бұрын адам ең ақылды жануар болған және құрал жасауда алдына жан салмаған. Бірақ әлемді басқаратындай немесе экожүйеге әсер ете алатындай болған жоқ. Адамзаттың жер бетінің үстемдік етуінде ешқандай құдірет жатқан жоқ. Осы 20 мың жыл ішінде адамзат тас пен найзаны қолданудан бастап ғарыш кемесі мен күн жүйесін зерттеу деңгейіне дейін жетті. Алайда бұл қолдың ептілігі артып, мидың үлкеюі арқасында болған жоқ. Әлемді жаулауымызда шешуші рөл атқарған ол адамдар ұйымдасып бірге алуында. Бүгінгі адамзаттың жер шарын билеп отыруы немесе шимпанзе немесе қасқырға қарағанда әлдеқайда ақылды, әлдеқайда епті болуынан емес. Адамның жер бетіндегі көп болып топтаса алатын жалғыз биологиялық түрі болғандықтан. Интеллекті мен құрал жасау қабілеті де аса маңызды болған анық. Бірақ топтасып тиімді әрекеттесуді үйренбегенде біздің өткір ақыл мен епті қолдарымыз қазір уран атомдарын ыдыратумен емес, тас қашаумен айналысып отқан болады. Жақсы, дамуымыздың алғы шарттары ынтымақтасуда делік. Неге ендеше құмырсқалармен аралар әлемді жаулап алмайды деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ оларда икемділік жетіспейді. Олар өздерінің әлеуметтік жүйесін тез арада өзгерте алмайды. Мойындауымыз керек, миллиондаған бөтенмен аса икемді ынтымақтаса алатын тіршілік иесі тек адамдар. Біздің жер шарын билеуіміздің де себебі мәңгі рух немесе әлдебір айрықша сана емес, нақ осы ынтымақтасу ғана түсіндіріп бере алады. Қандай әдемі сөз бар ғой. Адамның басқа тіршіліктерден айырмашылығы әлемді жаулап алуының негізгі себептерін айтып отыр. Олар эволюцияға қарап отырмайды, олар революция жасай алады деген сияқты. Адамдар өзге жануарлармен соғысқан кезде ғана емес, түрлі адам топтары арасындағы қақтығыстарда тығыз ынтымақтаса алатындар ғана жеңіп отырады. Мысалы, ежелгі римдіктер гректерді милары біршама үлкен болғандықтан емес, олардан көрі тиімді ынтымақтаса алғандықтан жеңіске жетті. Тарихқа көз жүгіртсеңізде, мысалы, тәртібі мықты әскерлер бытыраңқы топтарды талқандаған. Тағы да мысалы, бірлескен элиталар ұйымшылдығы төмен қара халықты билеп отырады. Мысалы, 1914 жылы Ресейде 3 миллион ақсүйек, шенеулік және саудагер 180 миллионнан аса шаруа мен жұмысшы тобын басқарды. Неліктен соншалық кең әрі күрделі топтар құру адамдардың қолынан ғана келеді. Ал шимпанзелер бірінші қай топ басым екенін анықтап алған соң ғана бірлесіп аңға шығады. Олар көп уақыт билік үшін таласқа жұмсап қояды. Бөтен шимпанзелермен кезіккен кезінде олармен тезірек топтасуға ұмтылмайды. Олардың адамнан озып алға шықпауының себебі осы. Адамдарды басқару ыңғайлы болу үшін табиғаттың өзгермейтін заңдарына немесе жаратушының киелі кітаптарында айтылғанға сай өмір сүріп жатырмыз деп сендіру керек. Сол кезде ғана жаза мен уәде арқылы басқару оңай болады. Бүгінгі таңда өзіміздің қоғамнан көріп отырсыздар бейнесін. Адамдардың аса ауқымды көлемде бірлесіп әрекет жасайтын себебі олар қиялдағы әлдебір тәртіпке сенеді. Бұл тәртіптің тек қиялымызда ғана болғанына қарамастан адамдар барын салып сенеді. Егер Құдайға арнап 10 қойды құрбандыққа шалсаң, жауын жауады деген сияқты. Немесе адал деген істесеңіз жұмаққа барасыз, арам деген істесеңіз тозаққа барасыз деген сияқты мифтермен адамдар топтастырады. Кез келген елде немесе аймақта тұратын адамдар тобы әлдебір мифке сенсе, олар ортақ ережелерге бағынуы жеңіл болады. Маған сенсеңіз болды, екеуміз бір мифке сенеміз деген ишара білдіру үшін адамдар көбіне бірдей сәлде немесе бірдей сақал, бірдей костюм сияқты анықтауыш белгілерін қолданады. Ал шимпанзелер ондай хикаяларды ойдан тауып, тарата алмағандықтан ауқымды көлемде топтаса алмайды. Мен түсіндіре алдым деп ойлаймын. Яғни
адамдарды ауқымды біріктіріп тұрған нәрсе ол миф, яғни қиялдан туған жүйелер. Бұның ғылыми атауы интерсубъективті шындық деп аталынады. Біз білеміз, субъективті ұғым дегеніміз жеке адамның эмоциялық пікірлерге, жеке көзқарастарға негізделген түсінігі. Ал объективті ұғым дегеніміз дәлелденген жағдайларға негізделіп, сіздің жеке көзқарасыңызға бағынбайтын. Ал интерсубъектив жеке адамның наным мен сезімдерінен емес, көп адамның өзара әрекеттесуінен туады. Яғни бірнеше адам бірігіп, ынтымақтасып, ортақ миф ойлап тауып, қауым болып сол мифке сену арқылы өмір сүреді. Мысалға алсақ, ақшаның объектив құны жоқ. $1 қағаз ақшаны жейде, ішеде, киеде алмайсыз, бірақ миллиардтаған адам оның құндылығына сенгендіктен оған тамақ, киім сатып ала аласыз. Егер осы жасыл қағазды дүкенде, супермаркетте, сауда базары қабылдамай қойса, доллар құнсызданып, өз күшін жояды. Адамдар сенуді қойған сәтте дереу құнсызданатын нәрсе жалғыз ақша ғана емес. Заңдар, құдайлар, тіпті тұтас империялар. Заманда Зевс пен Герада жер орта теңіз аймағында құдіретті күш еді. Қазір олардың ешқандай да беделі жоқ. Себебі жұрт оларға сенбейді. Бір кездері тұтас адамзатты жойып жіберетін күшке ие болған Кеңес одағына қазір ешкім сенбейді. Көп адам бірлесіп, ортақ мифтер желісін ойлап тапса ғана оған мағына дариды. Бірақ адамдардың көбі грек құдайлары, зұлым империялар және басқа мәдени құндылықтар ойдан шығарылған дегенге келседі де, өз құдайларын, өз құндылықтарын ойдан шығарылған дегенге сенгісі келмейді. Мысалға алып қарасақ, адамдар неліктен шіркеуде неке қию, Рамазанда ораза ұстау, немесе сайлауда дауыс беру сияқты істерді аса маңызды деп ойлайды. Өйткені әке-шешем, бауырларым, көршілерім, сонымен қатар жақын маңдағы қала тұрғындары мұны мағыналы істеп санағандықтан, соған сенгендіктен адамдар бір-бірінің нанымдарын ылғи нығайтып отырады. Нанымдар расталған сайын сіз мағына бар деп ойлай түсесіз. Сөйтіп жұрттың бәрі сенгендіктен сізде сенуден басқа амал қалмайды. Бірақ ондаған немесе жүздеген жылдан соң жоғарыда аталған мағыналар жоғалып, орнына жаңасы келіп отырады. Тарих осылай дами береді. Адамдар кез келген мифке жан бітіп, оған имандай сенеді. Бірақ ерте ме кеш пе мифтердің орнын жаңа мифтер ауыстырады. Ал біз артымызға қарап, адамдардың осыған қалай сенгендігіне таң қалып отырамыз. Қазір христиандар жұмаққа бару үшін крес жорығына қатысу ақымақтық екенін біледі. Бірақ мұсылмандар әлі де жалғасуда. Қазір қырғи-қабақ соғыс есуастық болып саналады. Бірақ әлі күнге дейін соғыспен мәселе шешкісі келетін империялар бар. Біздің бүгінгі күнде айтып жүрген демократия немесе адам құқықтары деп сеніп жүрген құндылығымыз 100 жылдан кейін ұрпақтарға күлкілі болып көрінуі мүмкін. Адамдар құрған ынтымақтастық жүйелері өздерін бағалаған кезде өздері ойлап тапқан өлшемдермен бағалайды. Сөз жоқ, өздеріне жоғары баға қояды. Атап айтсақ, құдай, ұлт және корпорация сияқты ойдан шығарылған болмыстарға қызмет ету үшін соған ыңғайлы көзқарас тұрғысынан бағалайды. Құдайдың айтқанын орындаса дін жетістікке жетеді, ұлттық мүдделер қорғалса ұлт үстемдікке жетеді. Көп ақша тапқан сайын корпорациялар гүлдене береді. Енді тарихқа көз жүгіртіп бір қарап, әлемге шын болмыс тұрғысынан зерттеп көрейікші. Оны шын немесе ойдан шығарылған анықтау өте оңай. Адамдар Зевс храмын өртесе, Зевс азап шекпейді, өйткені Зевс жоқ. Бағамы төмендесе, евро қиналмайды. Банкрот болса, банктың жаны ауырмайды. Соғыстан жеңілген мемлекет азап шекпейді. Мұның бәрі әшейін метафора. Керісінше, соғыста жарақат алған сарбаз азап шегеді. Аштықтан қиналған кедей азап шегеді. Баласынан айырылған ана азап шегеді. Дін жолында болған соғыстан дін немесе құлын құдайы азап шекпейді. Жауынгерлер мен қарапайым халық азап шегеді. Міне, мұның барлығы шындық.
тарихқа үңілсек, ойдан шығарылған мифтер азаптың себебіне айналып отыр. Адамзат жай ғана ойдан шығарылған мифтер үшін бір-бірін қырып тастап отырған. Мысалы, христиан дін тарату үшін күрес жорық, ислам дін тарату үшін жихад, нацизм идеологиясын орнату үшін екінші дүниежүзілік соғыс, коммунизмді орнату үшін қаншама амалдар жасалынды. Осы ойдан шығарылған мифтер үшін қаншама миллиондаған адам қырылып қалғанын мен айтпай-ақ жақсы білесіздер. Ұлттық және діни мифтерге деген сенімнен соғыс тұтанып, миллиондаған адамдар жер жастанып, миллиондаған адам мүгедек болды. Соғыстың себебі ойдан шығарылған миф қана, ал оның азабы бұл таппас ақиқат. Дәл осы себепте біз ойдан шығарылған миф пен шындықты ара-жігін айыруға ден қоюымыз керек. Корпорация, ақша, құдай немесе ұлт дегендер біздің ойымызда ғана өмір сүреді. Біз оларды өзімізге қызмет ету үшін ойлап таптық. Ендеше оларға қызмет ету үшін неге өзімізді құрбан етуіміз керек? Неге біз өз қиялымыздан туған мифтерге қызмет етіп, құл болып, басқа мифке сенетіндерге қауіп төндіруіміз керек? Ойланып, саралайтын уақыт келді. Енді бізді мына сұрақ мазалау керек. Бүгінде мына әлемнің иесі кім? Болашақта әлем кімге тиесілі болады? Қазіргі таңда жер бетін 7 миллиардтан аса адам мекендейді. Олардың бәрін бір жерге жинап таразыға тартсаң, барлығының салмағы 300 миллион тоннадан асады. Ал сол таразыға бүкіл үй жануарларын тартса, 700 миллион тоннаға жетеді. Тірі қалған барлық жабайы аңның салмағы 100 миллион тоннадан асады. Адамзат шынында да ғаламшарды басып алды. Әлем адам мұқтажына бейімделді, көптеген жануарлар өсімдіктер түрі жойылып кетті. Бір кездері көкпеңбек болған әрі жап-жасыл болған ғаламшар бүгінде сұрғылт бетон мен түссіз пластикпен тұрғызылған сауда кешеніне айналып кеткен. Бір тілмен айтқанда, экологиялық азғындау қаупі өршіп кетті. Елестетіп көріңіз, болашақта адамдардың қолында не керектің барлығы бар, бірақ жабайы аңдар мен өсімдіктерден түкте қалмаған. Жаһандық жылыну, еріп жатқан мұздықтар деңгейі, мұхиттардың көтерілуі, қоршаған ортаның ластануы бізді тығырыққа тіреп отыр. Адамдар табиғи апаттармен күресемін деп технологиялар жасап өсіп жатыр. Көбісі мұндай үрдісті табиғатты жою деп атайды, бірақ бұл жою емес, өзгерту ғана. Себебі табиғатты жою мүмкін емес. 60 миллион жыл бұрын астероид динозаврларды қырып тастағанымен орнына сүтқоректілер келді. Қазіргі кезде адам көптеген түрді жойып жатыр. Әзірше адамдар ғана өте жақсы балалап көбейіп келеді. Индустриялық революциядан бастап адамдар үздіксіз көбейіп жатыр. Мысалы, 1700 жылы 700 миллион болса адам саны, 1800 жылы 950 миллионға жетті. 1900 жылы 1,6 миллиардқа жетсе, ал бұдан кейінгі 100 жылдың ішінде 4 есеге артты. 2000 жылы 6 миллиардқа жеттік. Қазіргі кезде 7 миллиардтан асып отырмыз. Тіршілік пайда болғалы ешқандай биологиялық түр экология дәл адам сияқты түбегейлі өзгеріс алып келген жоқ. Ендігі бағытымыз қандай? 21 ғасыр экономикасында ең басты өнім қару-жарақ немесе киім-кешек пен машиналар емес. Ең басты өнім тәніміз, миымыз бен интеллектіміз. Қазақ қоғамы дәл осылай ғылымсыз кете берсек, премодерннің әңгімесін айтып жүріп, жұтылып кетеміз. Ізденейік, ғылым қуайық, санамызды үнемі жаңартып отырайық. Санамыз жаңарудың бір ғана амалы жаңа білімдерді оқып зерттеу керек. Әдеттегідей сөздің соңын цитатамен аяқтағым келіп тұр. Альберт Эйнштейннің сөзі бар: мына әлем кей адамдар жасап жатқан қатыгездіктен қауіпті емес, соны көріп тұрып ештеңе істей алмай отырғанымыз қауіптірек деген. Қош, сау болыңыздар.